Астана қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 6 көктем балабақшасында тіл ұлттық қазына тақырыбында қалалық тәжірибе алмасу семинары болды. Іс-шара тілге бойлау республикалық пилоттық жобасы аясында өтті. Ашылу салтанаты «Жеті қазынаны жете білейік» музыкалық қойылыммен басталды. Жеті қазына ертеректе көшпенді халықтың күнделікті тұрмыс-тіршілігіне байланысты қалыптасқан. Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырған. Жеті қазынаға жатады ер жігіт, қыран бүркіт, қазынаның бірі құмай тазы. Қойылымға атсалысқан дарын тобының ата-аналары Биғожин Өміртай, Биғожин Ержан, Жарқын Жақсыбекұлы, тәрбиешілер Асылайым Сәкенқызы, Айгүл Тұяққызы, Күршуақ тобының ата-анасы Саня Мәкенова, Қызғалдақ тобының ата-анасы Дина Асқарқызы, Күршуақ тобының тәрбиеленушісі Қайрат Әмірәлин рөлдерді сомдады. Бүгінгі семинарымыздың мақсаты негізгі пилоттық жобаға қатысатын барша осы мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтармен тәжірибе алмасу болып табылады. Бағдарламамыз 3 кезеңнен тұрады. Тәжірибелік бөлім, шебер сынып және шығармашылық бөлім. Келесі болып ортаға шыққан бәйтерек тобының ата-аналары Жансая Жеңісбековна, Елена Александровна, Анна Валерьевна үшеуі бірігіп Мұқағали атамыздың «Үш бақытым» шығармашылығын орындады. Ал екінші бақыты тіліменен, таз жүректі тілмен түлімдейді. Кейде дүниеден түнілсін де, тілімен түнілмеді. Бақытым бар, үшінші отан деген. Кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жанғанда жан барсын ба, ойланбайық келдағы отауменен. Сондай-ақ қазақ тілі педагогының ұйымдастырған іс-әрекетіне бәйтерек тобының ата-аналары Евгения Андреевна, Наталья Владимировна, Ольга Александровналар қатысты. Сәлем берем халқыма, сәлем десу көреді, ата дастур салтына. Дамиргел, аға, Ангелина, Лиза, қандай бала? Үлкен дүскен тар, қалды. Менің досым София жақсы бала. София. Менің досым Бақшаты Мұрдана жақсы адам. София. Анесу, салем. Менің Алан. Атым Алан. Менің засым Толчек. Менің Лелем Қазақстан. Мен Астанада тұрамын. Астана үлкен әдемі қала. Қол шапалақ, рахмет. Менің Қазақстан, үсті қой сенің топырағын, орман мен қолым бау-бағын, кәстелеген қазағын, найзамен ұшымен қорғаған, халқы менің мақтығай, ата-бабам арқышын, салдыстырын сақтығын, әрбір қазақ батыры, жел біркен көк туын, кен байтақ жерге қазағын, егін тыныш болсын отаны. Қол шапалақ. Рахмет. Балалар, бүгін Карандаштар. Жақсы. Сары. Колгун. Сары. Күлгін. Қызыл. Көк. Гүл аушы. Рахмет. Ата Бәйтерек баласы пырады. мынау не? Жүзік, мынау не? Өріш, мынау не?
Көз қорқақ, қол батыр. Ерте, ерте, ертеде бір перизатты орман. Қоян, көжек, күлкі, қасқыр және кішкентай тышқан. Бір минутку тема. Если я картоп, сябись, алма, аушы, рахмет, какте, кояш. Мен қорқамын. Салама, Акса, рахмет, сау бол, сау бол. Жолыңды санаймын, мен қоян жеймін. Қонақтарда құрғол келмеген екен. Нөмірі 53-ші Мерей балабақшасының қазақ тілі педагогы Батталова Ақмарал Жеңісқызы ұлттық ойын арқылы сөйлеу тілін дамыту. Нөмірі 87-ші Қадыр балабақшасының дене тәрбиесі нұсқаушысы Мұханова Қадиша Тілекбайқызы, тәрбиеші Мүрсейтова Нұршат Зейнхан қызы. Ұлттық ойындар арқылы дене тәрбиесінде тілге ойлау. Нөмірі 8-ші Думан балабақшасының тәрбиешісі Валентина Игоревна қазақ тілін үйретуге арналған қызықты ойындар шебер сыныптарын ала келген. Тілге бойлау пилоттық жобасы ұлттық құндылық айтысты да айналып өтпеді. Нөмірі 6-шы Көктем балабақшасының өзге тілде тәрбиеленушілері айтыс өнер тақырыбында айтыс көрсетті. Таныстыру бастайын, бәйтеректің баласы, Ярослав боламын. Ата-аналар Анна, Ольга, Наталья, Бибінұр, Сәбина, Гүлжамал көңілді оркестр шығармашылық тобында өнер көрсетті. Осындай іс-шараны ұйымдастырып, келген қонақтарға тәжірибе алмасуға мүмкіншілік жасаған балабақша меңгерушісі Капарова Венера Серкешбайқызы мен балабақша әдіскері Темірбекова Айнұр Мақсұтбек қызына қонақтар дән риза болды, тілектерін де жаудырып жатты. Большое спасибо коллективу, девчатам, детям спасибо большое, молодцы. Все молодцы, очень. В дальнейшем, что я вам желаю? Первое вам здоровья и процветания. Мысалы, біз қазақ тілі маманы, мысалы, Балташ апайды білем, әріптесім, қазақ тілі маманымын өзім, ол кісінің керемет еңбегі, мұндай жесттармен үйретіп тастаған балаларды, ол кісінің еңбегі тәрбиешінің жұмысында да байқалды. Оның барлығысы осы жердегі басшылардың жүйелі түрде өтіп жатқан жұмыстардың нәтижесі деп айтамын. Тілге бойлау осы пилоттық жобасына алғысым шексіз. Жаңағы арасындағы бір жағымды ахуал, бір-біріне деген мейірімділік, бір-біріне деген бір көзбен ұғу сияқты бір дүниелерді көре білдім. Бұл біріншіден сіздің үлкен еңбегіңіздің нәтижесі. Білім айнасы Астана қаласынан Жуантай Амантайұлы.